Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымызды бастамас бұрын біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауды басып қояйық. Қазақтың атақты ақыны, жалынды жазушысы, дарынды драматург Сәкен Сейфуллин қиындыққа толы өмірінде артына өшпес асыл мұра қалдырып кетті. Бүгінде осынау тау тұлғалы ақынның қиын өмірін еске алатын боламыз. Сәкен Сейфуллин 1884 жылы 15 қазанда Жезқазған өңіріндегі бұрынғы Ақадыр ауданына қарасты Қарашілік қыстағында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Сейфолла мен Жамал тұңғыш ұлдарының есімін Садуақас деп қойған еді. Кейін еркелетіп Сәкен деп атап кеткен. Сөзге шешен, саятшы, аңшы Сейфолла тұңғыштарынан үлкен үміт күткен. Сәкен 7 баланың үлкені болды. Сәкеннің Мәлік, Әбен, Мәжит атты інілері мен Рахима, Салима, Қалима деген 3 қарындасы бар еді. Алайда, сондай әдемі, сұлулығы көз тартарлықтай болған 3 қарындасына да көз тиіп, 11-13 жастарында қайтыс болып кетеді. Кейіннен інісі Әбен де ерте өмірден өтеді. Сәкен анасын ерекше жақсы көргендіктен, Жамалды ана демей, Жәмеке деп еркелетіп атайтын. Бала кезінен орынсыз жылауды, орынсыз еркелеуді білмеген Сәкен, шешесі Жамалдың ертегілерін тыңдаудан жалықпайтын. Ауыл молдасынан тілін сындырып, арабша хат танып, қисса хикаяны өзі оқи алатын деңгейге жеткен Сәкенді әкесі орысша тіл үйрен, орысша оқу үйрен деп Нілді зауытына жібереді. 9 жасында ауылдан кетіп, кенішке келген Сәкен бір орыстың сиырын бағып, пешке тас көмір жағып, су әкеліп, әртүрлі жұмыстар істей жүріп, әуелі сол үйдің кемпірінен 1 жыл орысша тіл үйреніп, 2 жыл зауыт мектебінде оқиды. Кешке ата-ана алақанына салған бақытты бала бүгін кісі есігінде. Кешке кеш жатып, кеш оянған ұйқыдағы жай бәрақат ауылда болса, бүгін түтіні аспанға шаншылған зауыт, балғаларды дүрсілдете соғып, көк темірді сағызша илеген ұсталар, есе теңдік бостандық талап етіп, ереуілге шыққан жұмысшылардың арасында 7 қат жер астындағы шыңырауға түсіп, көздері ғана жылтырап, шаршап шалдығып шахтадан келе жатқан кеншілер, сан алуан машиналарды жүргізіп, тас қопарып жатқан жұмысшылар, жатақ үйлер, ауыр тұрмыс, тартысты өмір суреттері алғыр, зерек, есті бала жүрегіне ыза, намыс, кек болып байланды. Кейін олар ақынның көптеген шығармаларына арқау болады. Сәкеннің жан-жақты білім алуы, азаматтық әлеуметтік көзқарастарының қалыптасуы, шығармашылық қадамының басталуы оның 1908-1913 жылдары Ақмоладағы Приходская мектебінде, қалалық училищеде, 1913-1916 жылдары Омбыдағы мұғалімдер семинариясында оқыған жылдармен тығыз байланысты. Тырнақ алды адымын, Нілді зауытында қалжың өлең жазудан бастаған жастарын, қазақ фольклорын, абай шығармаларын, орыс, Еуропа әдебиеттері мен классикасын игеруге талпынады. Айқап журналына хабар, сын, мақала, бірнеше өлең бастырады. 1914 жылы 20 жастағы семинарист Сәкен Сейфуллиннің «Өткен күндер» атты өлеңдер жинағы Қазан қаласында басылып шығады. Өзі секілді семинария бітірген, сол тұстағы қазақтың жас оқығандары сияқты, Сәкен де еңбек жолын Сілетті Бұғылы деген жерде ауыл мұғалімі болудан бастайды. Қазақ даласының астан кестегін шығарған 1916 жылы оқиғалары, әсіресе әлемді дүр сілкіндірген 1917 жылдың алапат толқыны Сәкенге қатты әсер етті. Әртүрлі өлеңдер жазып жүрген, тіпті әлі балалық мінезден арылмаған жас ақын Ақпан революциясы болып, патша құлатылғаннан кейін Ақмолаға келеді. Тартыстың бітімсіз күресі аз уақыт ішінде романтик жыршыны тез ширатып, тіпті оның шығарма жазуға қолында тигізбей, әлеуметтік қайраткер, саяси күрескер етіп шығарады. Сәкен Сейфуллиннің түрлі қызметтер атқара жүріп, қазақ әйелдеріне теңдік беру, дін басыларды ауыздықтау, әкімшілік билік иелерін тізгіндеу, кедей-кепшік, жұмысшы, жалға күш беру, әлеуметтік іске тарту секілді сан алуан саяси шараларды жүзеге асырады. 1917 жылы жазған «Бақытты жолында» драмасы 1918 жылы
Ақмола жастарының күшімен сахнаға қойылады. 1918 жылы маусым айында патшашыл ақ қазақтар мен чехословактардың контрреволюциялық көтерілісі кезінде Ақмолада кеңес өкіметі құлап, Сәкен бір топ жолдастарымен революция жауларының қолына түседі. Ол қоғам мен мемлекет қауіпсіздігіне қатерлі адам деп табылады да, басқа да тұтқындармен бірге Қызылжар түрмесіне айдалады. Атаман Анненковтың азап вагонында Колчактың омбы лагерінде 9 айға созылған ауыр азапты шегеді. Тек 1919 жылдың наурызында ғана Сәкен омбының тұтқын лагерінен қашып шығады. Дүйсенбі деген жалған ат жазылған құжатпен ол Павлодар, Баянауыл арқылы өзінің туған еліне келіп, Түркістанға өтеді. 1920 жылдың көктемінде Сәкен Сейфуллин Ақмолаға қайта оралып, Колчак үстемдігі құлаған қалада кеңес жұмысын жандандыруға араласады. Ол уездік атқару комитеті төрағасының орынбасары болып істейді. Сол жылдың жазында Қазақтың автономиялық республикасын жариялайтын құрылтай съезінде дайындалу кезінде Сәкен Сейфуллин Қазақ өлкесі бойында құрылған рескомның құрамына кіреді. Құрылтай съезінде бірінші сайланған Қазақтың орталық атқару комитетінің президиум мүшесі болып өтеді. 1921 жылы сәуірде Сәкен Сейфуллин бұрын Сибревкомға қарайтын Ақмола мен Семей облыстарын Қазақстанға қабылдап алу жөніндегі төтенше үкімет комиссиясына енеді. Ол Қызылжар, Көкшетау, Ақмола, Қарағанды, Омбы қалаларында болып, сайлау жұмыстарына басшылық етеді. 1922 жылдың маусымында Қазақ ССР халық комиссарлары кеңесі Сәкенді оқу-ағарту халық комиссарының орынбасары етіп тағайындайды. Сонымен қатар, ол Еңбекші Қазақ газетінің редакторы болып бекітіледі. Советтердің бүкіл қазақстандық 3-ші съезі 1922 жылдың қазан айында Сәкен Сейфуллинді халық комиссарлары кеңесінің төрағасы етіп сайлайды. 1923 жылдың қаңтарында Советтердің 10-ші съезінде бүкіл одақтық атқару комитетінің мүшелігіне өтеді. 1925-1937 жылдары Сәкен Сейфуллин Қазақстандағы әртүрлі мәдени ағарту орындарында, жазушылар одағында, партия тарихи институтында, әдебиет майданы журналының редакцияларында басшы қызметтерде болады. Жоғары оқу орындарында қазақ әдебиеті тарихынан лекция оқиды. Қоғамдық саяси жұмыстарымен әдеби шығармашылығын қанаттаса жүргізе отырып, Сәкен Сейфуллин 20-шы жылдардың өзінде көрнекті ақын болып қалыптасты. 1922 жылы оның Асау тұлпар атты өлеңдер жинағы, Бақыт жолына, Қызыл сұңқарлар атты пьесалары жеке-жеке кітап болып басылады. Проза жанрында Сәкен Сейфуллин Тар жол тайғақ кешу атты мемуарлық романның, Айша, Жер қазғандар, Жемістер атты повестермен көптеген әңгімелер жариялайды. 1932 жылы қазақ халқының ауыз әдебиетін зерттеуге арналған Қазақ әдебиеті атты зерттеу оқулығын жариялады. Ол мектеп оқушыларына арналған әдебиет оқулықтарын жазуға қатысты және әдебиет сынына араласып көптеген мақалалар жазды. Коммунистік партия мен кеңес өкіметіне сеніп, оның жолын әділдік, теңдік жолы деп ұққан Сәкен Сейфуллин тарапынан саясатты бұрмалаушылықтар мен әділетсіздіктер көрген тұста, өзінің ойын сезімін іркіп қалған емес, әрқашан пікірін ашық білдіріп отырған. Ол ұлттардың өзін өзі билеу деген Ленин қағидасына сенді. Сондықтан Қазақстанда ұлт өкілдерін ұлтшылдықпен айыптап қорқытқысы келгендерге ашық наразылық білдірді. 1923 жылы Қазақстан партия ұйымының 3-ші конференциясы тұсында Сәкен бастаған 14 коммунистің орталық комитетінің хатшысы Ярославскийге жазған хаты осыны дәлелдейді. Ол Қазақстан үкіметінің басшысы болып жүрген кезінде қазақ тілін мемлекеттік тіл етіп жариялау, мемлекеттік іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу, қазақ тілінде кітаптар, газет, журналдар шығаруды ұлғайту мәселелерін күн тәртібіне қойып, шешімдер қабылдатқан. Бұрын қырғыз аталып кеткен ұлттың қазақ екенін дәлелдеп, мақалалар жазып, осы қателікті түзетуге себепкер болды. 1925-1933 жылдары Қазақстан партия ұйымын басқарған Голощекин саясатына қарсы болғандардың бірі Сәкен Сейфуллин. Қазақстанда әр кезде болған ұлт саясатының бұрмалануы ақынның көркем шығармаларында суреттелген. Сондықтан орталықтан келіп, ел басқарушылар шыншыл, қыңыр Сәкенді жақсы көрмеген. Оны әрдайым сынап, партиялық тазартулардан өткізіп отырған.
ақыры 1937 жылы халық жауы есебінде тұтқындады. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы 25 ақпанда Алматы түрмесінде кеше өзі орнатысқан үкіметтің қолынан атылды. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде біздің арнамызға жазылып, қоңырауды басып қояйық.